Ащы да болса өмірдің шындығы. 40 жаста жоғары білімдісің бе, жоқ па? Айырмашылық болмайды. Білім алмаған әлдебір адамдар да көп табыс табуы мүмкін. 50 жаста көрікті мен көріксіз бірдей. Себебі қанша әдемі болсаң да, бұл жаста сен әжімдер мен қара дақтарды жасыра алмайсың. 60 немесе 63 жаста жоғары лауазым мен лауазымы жоқ болса да дәл бірдей. Зейнеткерлікке шыққаннан кейін тіпті қара жұмыс істеген қызметші де бастығына бұрылып та қарамайды. 70 жаста шағын пәтер мен зәулім үлкен коттедж бірдей. Буындар әлсіреген және қозғалуын қиын болған кезде сыйысып отыратын шағын кеңістігің болса жеткілікті. 80 жаста ақшасы бар мен ақшасы жоғы да бірдей. Ақшаны жұмсағың келсе де, оны қайда жұмсарыңды білмейсің. Ал 90 жаста ұйықтау мен ояну бірдей болады. Таңертең тұрсаң да не істеріңді білмейсің. Өзіңе өзің тыныштал деп, өйткені бәріміздің соңымыз бірдей. Сондықтан да тіршілікте ағайын бауырмен, нағашы жиендермен, әріптестер достарыңмен, көрші көлеммен сыйласып жай ғана тірі жүргенің үшін өмірден иә ләззат алып тыныш өмір сүре білейік.